Қашаған мен Құрманғазы ел аралап жүріп, бір күні Дүмше молданың үйіне келеді. Молда далаға шығып кеткенде кішкене баласы Құрманғазының домбырасын қызық көріп, тамаша етіп отырады. Бұған Қашаған да, Құрманғазы да еш нәрсе демейді. Бір кезде сырттан молда кіріп келіп балаға айғай сала бастайды. «Ей, қолыңдағы қуағашың не? Таста!» деп ұрсады. Бала шошып кетіп, домбыраны иесіне қайтарып береді. Сонда Қашаған молдаға қарап, домбырасын алып былай деген екен: «Қолымдағы қуағаш сөйлеп тұрған бұл ағаш, қолымдағы ағашым алып жүрген домбыра. Домбыра күнә деген сөз тек бір айтқан дабыра. Таңда машқар болғанда кімнің жақсы жаманын Алла білер соңыра. Пайғамбарым туғанда бесік болған бұл ағаш, Ыбырайым қағба салғанда мешіт болған бұл ағаш, Ықрам үйдің алдында есік болған бұл ағаш. Өзіңді тақсыр молда дейді, боқтағаның қай ағаш. Шегін күнә десеңіз, жәнеттен келген қойдықы, пернесін күнә десеңіз, есебі ол пәннің 12. Құлағын күнә десеңіз, Хазіреті Біләлдің құлақ екен деседі. Түйгін күнә демеңіз, шейленген сыр шешеді. Зауқты күнә десеңіз, ол да айтпен тойдықы. Сазды күнә демеңіз, атамыз адам пайғамбар жеті сазбен жерге кеп күй шертіпті деседі. Ол күндегі о да саз, бұл күндегі бұ да саз. Сазды күнә деп жүрген молдеке сенің ақылың аз, деп молданың аузын жауыпты.